Қайырлы күн! Бүгінгі қарастыратын модуліміз имтихан билеттері модуліне арналады. Нақтырақ айтқанда, имтихан билеттері модулінің әкімшілік бөлімде жасалатын баптауларына арналады. Жүйенің әкімшілік бөлімінен бұл модульге баптаулар жасайтын және де имтихан билеттерінің сұрақтарын қосатын қызметкердің рөлін таңдаймыз. Ол үшін жүйе конфигурациясы бөлімінен рөлдер редакторы бөліміне өтеміз. Қажетті қызметкердің рөлін таңдаймыз. Және де өзімізге қажетті қызметкердің рөлін таңдағаннан кейін біз қосу батырмасын таңдау арқылы өзіміздің модулімізді қосамыз. Бізге қажетті модуль ол имтихан билеттері модулі. Осы модулімізді қосып сақтаймыз. Келесі бұл модуль бойынша қызметкер имтихан билеттерінің сұрақтарын қосуына мүмкіндігі болу үшін редакциялау мәнін қоямыз және де кеңейтілген құқық бөлімін таңдау арқылы келесі баптауларды қосуымызға болады. Яғни имтихан билеттерін генерациялау барлығында сұрақтар базасындағы барлық сұрақтарды қолдануға рұқсат береміз және де имтихан билеттеріндегі сұрақтарды редакциялауға мүмкіндік беріп баптауларымызды сақтаймыз. Келесі модуль ол жүйе конфигурациясы бөлімінен құжаттар үлгілері бөлімін таңдаймыз және де локациядан өзімізге қажетті модулімізді таңдаймыз. Яғни бізге қажетті модуль ол имтихан билеттері. Яғни локациядан имтихан билеттерін таңдаймыз. Бұл бөлімде келесі мәндер қарастырылған, яғни қорытынды мемлекеттік аттестаттауға арналған билеттер және де имтихан билеттері. Бұдан бөлек сіздерде өздеріңізде қандай да бір билет түрлері болған жағдайда қосу батырмасын таңдау арқылы атауын 3 тілде толтырып және де құжат үлгілерін жүктеулеріңізге болады. Құжат үлгілерінде параметрлер бөліміндегі сәйкестендіргіштер, яғни идентификаторлар қойылады. Оң бөлімде бұл сәйкестендіргіштердің мағынасы, яғни сипаттамасы қарастырылған. Ал жүйедегі бар дайын құжат түріне құжатымыздың үлгісін жүктеу үшін өзімізге қажетті құжат үлгісін таңдаймыз және де бұл бөлімге өзімізге қажетті тілдерде құжаттың үлгілерін жүктейміз. Жүктелетін құжаттың үлгілері осындай негізде болады, яғни жоғары жақта өзіңізге қатысты жоғары оқу орныңыздың атауы, кафедра, факультеттің атауы, кіммен бекітілді және де бұл қандай қорытынды бақылау түріне арналған, келесі мамандықтар бойынша билеттің номерлері, билеттің сұрақтары және де барлық ақпараттар, яғни билеттер бойынша қандай ақпараттар бейнелену керек, сол идентификаторлар қойылатын болады. Өзіміздің құжатымызды қажетті бөлімдерге жүктеп сақтаймыз. Осындай ретпен біз жүйенің әкімшілік бөлімінде имтихан билеттерінің құжаттарын жүктейміз және де имтихан билеттерінің баптауларын жасайтын қызметкерлерге рөл қосамыз. Осылайша біз жүйенің әкімшілік бөлімінде имтихан билеттерінің үлгілерін және де қызметкерлерге имтихан билеті модулін қосамыз. Осымен жүйенің әкімшілік бөлімінде жасалынатын баптауларға арналған сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар!